Сәлем, сіздермен бірге Абукин арнасы. Бүгін мен сіздерге 2017 жылы шыққан Кожа фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын лайк пен подписаться кнопкасын басып кетейікші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал мен үшін үлкен қолдау. Фильм төсекте жатқан Саманта есімді қыздан басталады. Оның аузы артқы тесігімен алмасып туылған. Яғни айтқанда, аузы артқы жерінде, ал артқы тесігі аузында. Ол бір өзі өмір сүргенді жақсы көреді, өйткені оның аузы біртүрлі. Ол маскасыз ресторанға барады. Сол жерде официант қыз оның тамақ заказ бергеніне күлкісі келеді. Саманта өзін өте ыңғайсыз сезінеді. Ол өзінің фотосын Инстаграмға салады, бірақ Инстаграм оның фотосын өшіріп тастайды. Себебі оның түрі стандартты қауымдастыққа сай келмейді. Біраздан кейін заказ берген ыстық сорпасы дайын болады. Ол сорпаны ішу үшін арнайы воронка мен шлангыны пайдаланады. Ол шлангыны артқы жағындағы аузына салады. Сосын сорпаны воронкаға құяды. Ол үйіне қайтар кезде жолда екі бұзақы оған тиісе бастайды. Оның түрін кемсітіп балағаттай бастайды. Бағына орай қыз олардан қашып үлгереді. Жолда ол бір адамды басып кетеді. Сцена Кристиан есімді жігітке аударылады. Оның психикасы толығымен бұзылған десек те болады. Бала кезден әкесінің татуировкасына қызыққан. Және ол өзінің аяғын ұнатпайды. Ол шын өмірде аяғын русалка тәріздес қылғысы келеді. Ол көбінесе коляскамен жүреді. Аяғымен жүргенді ұнатпайды. Анасы баласын дәрігерге әкеліп, баласы жайлы сөйлескісі келеді. Ол баласына ұрысып, оны коляскадан құлатады, себебі оның жүре алатындығын дәлелдегісі келеді. Анасы оның шалбарын шешкенде аяғындағы шырамдарды көреді. Ол осы уақытқа дейін аяғын пышақпен тіліп келген. Жігіт шалбарын киіп, ол жерден қашып кетеді. Ол аяғын сындырғысы келді, және көшедегі көліктерге аяғын байқатпай бастыруды шешеді. Осы кезде оның аяғын басқан Саманта екенін көреміз. Жігіт Самантаға қарап күлімсірейді, және бірнеше секундтан кейін өле бастайды. Саманта жігітті басқанына өзін кінәлі сезінеді. Ол үйіне қайтқанда әкесіне жауап қайтармай бөлмесіне барады. Сол күні оның туған күні еді. Әкесі оған торт алып тойлай бастайды, және ол Самантаға единорогтың маскасын сыйлық қылып береді, себебі біртүрлі түрін жабуға. Саманта сыйлыққа бола жылап, үйін тастап кетпекші болады. Көшеде оны тағы бұзақы жігіттер ұстап алып, оны зорламақшы болады. Саманта бұзақының бананын тістеп қашады. Ол көпірден секірмекші болғанда есін жоғалтады. Келесі сценаны Эрнесто есімді еркекке аударады. Ол өзінің ана жерін не істеп отқанын түсініп отқан шығарсыздар. Ол бұрынғы урод қызының түрін ұнатады. Артынан оның анасы кіріп қалып, баласын не істеп отқанын көреді. Анасы есін жоғалта жаздайды. Эрнесто бұрыннан осындай бетіне ақау келген қыздарды ұнататын. Ол өзінің бұрынғы қызды Аннамен тұрғысы келеді, бірақ Аннаның жігіті бар. Анна Эрнестоны кездесуге шақырады. Эрнесто бетінде ақауы бар қыздарды ұнататынын мойындайды. Бірақ Анна оның бұл сөздеріне ашуланады және енді араласпауын сұрайды. Соңында Анна оған ақша береді, себебі далада өмір сүруіне керек деп ойлайды. Эрнесто қайғырып шығып кетеді. Бір кезде ол көшеде жатқан қыздың шырылдап жатқан телефонын көреді. Эрнесто оның телефонын алады және байқаусызда Самантаның түрін көреді. Эрнесто оған бір көргеннен ғашық болады. Ол телефонды алады, әкесі қызын үйіне әкеп беруін өтінеді. Әкесі оны қызын үйіне әкелген үшін алғысын білдіреді. Саманта телевизордан кешегі қаққан жігіт туралы көреді. Полициялар ол жігіт өзі әдейі қағылған деп қылмысты жабады. Кейінірек Саманта Эрнестоның мейірімділігіне қызығып, оған ғашық болады. Олар сүйісіп өздерінің орындарын тапқанына бақытты болады. Фильмнің соңында Кристиан да қонады, себебі кейінгі өмірде ол да өзінің русалка болу деген арманына жетеді. Осымен фильмнің соңына да жеттік. Егер видео ұнаса лайк басып, төменде комментарийге ой-пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Менің арнамда шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Абукин арнасы келесі кездескенше.